Жетісудың Қамысқоқ ауылында тіршілік тұтастай балықпен байланысты. Таңсәріден қармақ пен торын дайындаған жұрт көлге бет алады. Балығын сол күні-ақ жергілікті зауытқа өткізеді. Бұл ауылда кішкентай бала да, еңкейген қария да бәрі көл жағасында. Қарапайым көрінгенмен бұл ел экономикасына үлес қосып отырған еңбек. Себебі Қазақстанда балық шаруашылығы енді дамып келеді. Бүгінде еліміз 36 елге 30 мың тонна балық экспорттайды. Көксерке еті Еуропаға қазақстандық бренд ретінде танылған. Қақталған, сүрленген өнімдер Қытай, Ресей сынды елдерге жөнелтіледі. Ең алғаш балға болған кезім есімде жоқ, бірақ бір бала кезімде, кішкентай кезімде досым екеуміз далада ойнап жүріп, жаға жақта ғой. Ескі аулар жатып қалады ғой енді. Жағаға шығарып тастаған, сондай етіп өзімізше нетіп малтап барып қырып алғанбыз. Әйтеуір бір 2-3 карась па кішкентай сөйтіп аулағанбыз. Оның жібере саласың ғой да енді бәрібір өткізе алмайсың. Ол кезде кішкентай баламыз ғой. Сол кезде есімде бірінші балыққа шыққаным есімде жоқ. Әкем кішкентай кезімде просто балыққа мен қатты шығармады. Үйреніп келді, ол шақты қалып қалады, қала шықпай қалады. Үйренісіп қалады деген сияқты. Осы бір 3-4 жыл болған жыр балыққа кәдімгідей балықшы болып ұстағанға бүйтіп. Так бұрындар бір барып қайтып сөйтіп жағасында жүр. Бір басында бүйтіп қызығып шығып жүрдік та. Сөйтіп шығып жүріп бір күні бір жақсы балық түсіп қалды да. Жақсы ақшаға өткіздік те, одан кейін что-то мынау жақсы сияқты ғой деген сияқты ғой. Енді жалпы мына Рыбаши, енді мен өзім бала күнімді білетінім осы екінші ауыл. Мына жақта бір ауыл болған, оны сол бала күнімді көретінмін, атаммен барып. Көбейген сайын баса береді да. Соны көшіп осы жерде енді бала күнімізден осы жерде тұрып жатқан, енді сол өзім осы 58-ге келсем де сол ауылда тұрып жатырмыз, сол бала күнімізден. Сол енді осынша үшінші ауыл деп айтады енді үлкен кісілер. Мен де екіншісін көрдім енді. Балық деген енді біздің ата кәсібіміз ғой, бұрыннан келе жатқан. Енді бала кезімізден бастап енді әкеміздің қасында еріп, көріп, соның бәрін. Одан енді оқуға барып, бәрібір осы балықпен айналысып кеттік уақыт өте келе. Кейін қайығымызды алып, сонымен өстіп үйреніп, сонымен ауылда қалып кеттік. Мен үшін табыс көзі. Балықтан бөлікті жұмыс істеймін өкіметтің. Қамысқоқ ауылында спорт методист болып әкімшілікте. Қоса балықты да жүрем арасында. Бұл ауыл енді балықшылар ауылы болсын, әр үйде қайық бар. Қайық болмаса, енді қайығы жоқтар, жаңағы қайығы бар. Мен бірігіп әйтеуір ауызбіршіліктер жақсы болып солай жұмыс жасайды. Әр үйге керек қой қайық деген, көлдің жағасында тұрғаннан кейін. Кейбіреулер жаңа қарызданып алып жатады, кейін артынан құтылып сөйтіп. Бұл кешкісін құрғанбыз бұл ауда. Кешкісін осылай бір жағына бір якір деп айтамыз, не ғой? Жылжымаш үшін, орында тұру үшін ғой. Өсті асты темір, үсті бутылка болады. Соған байлаймыз да. Ауыт салып кетеміз ғой солай. Артына да тағы бір осындай темір байлап жүріп кетеміз. Ажыратқанда да осылай немен бутылкасына қарап ажыратасың ғой, сенке или басқа бір өткі. Сөйтіп өсіп таңертең келіп өсіп суырады қайттан артқа. Біз тұрған жерден ал суырып жатқан жер қазір 3-4 метрда тереңдігі. Ашық көлде 30-40 метрге дейін бара береді тереңдіктері. Ашық көл мына жақта. Судак дейтін балық. Бұл бір ау 100 метрлік болады. Бұлай биіктігі 3 метр, 5 метр, солай ғой, әртүрлі. Міне бүгін бізде бір балық қана түсті. Бұл біз күнде енді көп қырып ұстай бермейміз ғой. Сәтсіздік те болады. Даже кейде балықсыз да айтқан болған күндер. Балықшыға ең керек негізі сәттілік қой. 200 мың тапқан шығармын бір күнде. Ең көп. Балық өзімізде бар, бірақ дастарханымызда аз.
Қазақстанда адам басына шаққанда жылына 4 келі ғана балық тұтынылады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған межеден 4 есе төмен. Ал Қытайда 45, Ресейде 23 келі. Ішкі нарықты қамтып экспортты ұлғайту үлкен мүмкіндік. Көлге дұрыс қарасаң, көл көсір табысқа кенелесің.